Шымкент қаласындағы Азат шағын ауданында алғаш рет табиғи газ іске қосылды. Осыған дейін жылу мен көгілдір отыннан тарыққан аймаққа қала әкімі Мұрат Әйтеновтің өзі барып, тұрғындардың қуанышына куә болды. Бұл ретте шаһар басшысы алдағы уақытта Азат шағын аудандағы инфрақұрылым мәселелері кезең-кезеңмен шешілетінін алға тартып отыр. Алғысымды білдіргім келеді. Рахмет айтқым келеді сізге, Мұрат Дүйсенбекұлы. Бізде бұл кісі осыдан бір жыл бұрын келген болатын. Әлеуметтік біздің жаңағы үйіміздің құжаттары болмаған. Сөздің шыны керек. Қазіргі күнде ол да рәсімделіп жатыр жаймен деп. Аллаға шүкір, халықтың мұңы, мұқтажы бәрі орындалып жатыр десе де болады. Бүгінгі күн Азат шағын ауданының тұрғындары үшін қуанышқа толы. Себебі мұнда көптен күткен табиғи газ іске қосылып, тұрғындардың өмір сүру сапасы біршама жақсарып отыр. Мұнда 8,9 шақырым газ құбыры тартылып, жұмыс толық аяқталған. Нәтижесінде 519 абонент көгілдір отынға қол жеткізді. Бұл ретте Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы бастаған азаматтар аудан тұрғындарының шаңырағына барып, табиғи газдың қосылуына көз жеткізіп, үй иелерінің қуанышына куә болды. Өз кезегінде шаһар басшысы тұрғындарды айтулы сәтпен құттықтап, қаланың көгілдір отынмен қамтылу көрсеткішіне арнайы тоқталды. Қаладағы ең өзекті мәселелер қолға алдық. Ол алдымыздағы инженерлік инфрақұрылым, көп елді мекенде су, свет, газ, жол, көше жарығы, мектептер болмаған. Осының бәрін кезек-кезегімен істеп жатырмыз. Бүгін Азат елді мекенінің бүгінгі жаңадан салынған құрылыстарға газды беріп отырмыз. Енді бүгінгі бұл газ магистралына келді ішкі орамдағы. Қазір тұрғындар кезек-кезегімен өздері талаптарға сәйкес газды үйге келеді. Менің бірінші тапсырма Қазақгазға, жергілікті Қазақгазға тапсырма бердік. Жылу маусымына дейін беруді. Енді осы жылдың аяғына дейін тағы 7 елді мекенге газ беруге қазір қарап жатырмыз. Ендігі жылы, жалпы 23 жылы біз 90%-ға жетіп қаламыз уже. 25 жылы осы 100% Шымкент қаласындағы газ беруге атсалысып жатырмыз. Бүгінгі күнде қызметкерлердің, осы инженерлік монтаж жасаған азаматтардың бәрінің еңбегінің нәтижесінде көгілдір газды алып отырмыз. Қаратау ауданына қарасты Азат шағын ауданында инфрақұрылым мәселелері жыл сайын шешім тауып келеді. Атап айтсақ, мұнда су мәселесі 2020 жылы шешім тапса, электр қуаты да дәл сол жылы толықтай шағын ауданды қамтып шыққан. Ал бүгінде газ мәселесі оң шешім тауып отыр. Айта кетейік, Азат шағын ауданында халық саны 2080-ге жоқ, ал абонент саны 519-ды құрайды. Аталған абоненттерге Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Шымкент қалалық филиалы тарапынан көгілдір отын тартылып отыр. Азат елді мекен газ құбырларының құрылысының аяқталуына байланысты 500-ге жоқ, құдай қаласа, елді мекендер газ тұрғындар 500-ге жоқ үй тұрғындары газ алуға кішкене мүмкіншілік алып отыр. Одан бөлек бізде агресс үш станциясы сәуір айында қосылды. Содан бері қазір Шымкент қаласы аумағында бірнеше елді мекендерде газдандыру жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Күзгі айдың соңғы күндеріне шейін тағы да қосымша 2-3 елді мекенде қосу жоспарлап отырмыз. Құрылыс барысында біраз қиындықтар туындады, дегенмен осы жергілікті әкімшілік пен жергілікті ЖКХ бөлімінен сол мәселенің бәрін уақытылы бітіруге тырыстық. Қазір енді жаңадан 2 үйді қосайын деп жатырмыз. Ары қарай уже қалған үйлерді құжаттар тапсырып, өткізгеніне байланысты ары қарай қосу жұмыстары жалғаса береді. Биыл қала бойынша 15 нысанда газбен қамту жұмыстары жүргізілуде. Жыл соңында Батыс, Арғымақ, Ақтас, Ақжар, Көкбұлақ, Нұртас, Тұран 2 кезек сәуле елді мекендерінің және Ақтас магистралды жүйелердің құрылысы аяқталмақ. Нәтижесінде 34 мыңнан астам халық табиғи газ жүйелеріне қосылады деп күтіліп отыр. Шапағат Уәлиханқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.